Сен жігіт айтады, сен сүттің очердіңа тұрма, сен маған тий. Сүт сенің очердіңа тұрады. Сүт, қаймақ, кілегей, не керек, бәрі тұрады алдыңда десе, қыз ойланып, крутой жігіт, симпатичный, еще миллионер, астында жігітке қарап, үйленбедің ба десе, жігіт үйлендім, 7 қатыным бар деп айтады. 8-ші керемет сен боласың десе, қыз ойланып тұрып айтады деп, 7 күн байдың очердіңа тұрғанша 1-2 сағат сүттің очердіңа тұрмайды. Сондықтан сіз енді өшірге араластырмай ағаттағайында тек ниет беріп отырып, мен тос беріп отырып азаматтық борышым, өсекші айтады деп біреуден естігенімді біреуге жеткізу менің азаматтық борышымды. Сол менің азаматтық борышым тос тілек беріп отырып, өткенде оразада өзімен өзін жүргізіп жатыр. Азында әйелге шәуе деген орнына тозатып жіберді. Бір жігіт үйленіп, жер-жерде тұратын кластастары бар екен, Италия, Франция, Хорезмге кетіп қалған кластастары. Бәрі келіпті үйленгеннен кейін. Той біткеннен кейін достары жан-жаққа кетіп қалыпты. Арадан 10 жыл өткеннен кейін Франциядағы досы келсе, әйелмен екеуі отыр дейді. Балдар қайда? Бесатқа жібердің бәрі айтады дейді. Бармаған врач көрінбеген тәуіп жоқ, бірақ баланың аяғы береді дейді. Ал Франциядан келген досы айтады, Францияда Эйфель мұнарасы деген бар. Соның басына шам жабылды. Соның түбіне барып тілектесін тілегін алып болады дейді. Баласы жүрген басына сол жерге барып тілекті, қайтып келіп арадан тағы 10 жыл өткеннен кейін баяғы Франциядағы досы келсе, үйде 15 бала датабы тілек қалып болған, 1 жылда 2, 4 жылда 8-де. Шешен қайда кетті, Раттомда деп айтады. Неге десең 16-шы сынып туған еді. Әкең қайда кетті, Францияда деп айтады. Қатын тойында батқанда Францияда не жүріп жүр, жындың ол десе айтады, ана Эйфельдің арасындағы шамды өшіп қайтпаса болатын емес. Сондықтан сіздерменен тілек ниет жалғастырып отырсам мынасам болатын емес. Өйткені 10 жас бала жасы, 20 жігіт жасы, 30 орда басы, 40 қырдың басы, 50 ердің жасы, 60 асқар отаудың басы, 70 жардың басы, 80 оттың басы, 90 жоқтың қасы, ал 100 жас ғасыр басы деп барлығыңыздың обырыңыз бір ғасырлық дәуір болып, бір-бірлеріңізбен бауыр болып, бәріңе бармақтай бақ, шаш етектен дәулет берсін. Мен өткен кеш айтып кеттім ғой, кластастың жөні бөлек. Қай елге барып бермағым келеді десе, кластастарыма барып бермағым келеді. Өйткені қалжыңдаса бересің. Менде кластастарым бар. Алла жолында жүрген 30 күн ораза 5 уақыт намаз оқып, қажыға барып қайтқан. Әйел де сондай. Тым танып алған хиджаб киіп жүрген. Әйелі бір күн қап-қара ыстық шілдеде маған қарап деп жөтеледі. Не болып қалды десем, мен білмеймін, аяғда қалпым ба, суық қалып дейді. Сасқанынан көрсен осы күндіздің тана бергенмен кешті ашық қала беретін болды. Сондықтан ағаттағайлар кластас құрдастар арасында жүрген қалжыңдар, сіздерге құрдас болған айтып жатқан жағдайы, енді қалжыңды айтып дегенге шешеме де қалжыңда жіберген. Шешеме де тамада болған тұрғын құрсын туған шешегенде қалжыңда есе сасқанмайтын есе нағашыңа сылмайсың ба бәрі. Өйткені нағашы сен қатты қалжыңда салды. Дәу қалды еліне қалып, досының үйі падар беруге барса, досы 9 жерде тұрып, қараса лифт істемейді. Нағашы сен елінде боламыз десе, жер айтады, қолдан көтереміз. Дәу қалай елінде екеуі біраз көтергеннен кейін жер айтады дейді, нағашы 2 жан қалғанда. Біреуі жаман, біреуі жақсы десе, нағашы айтады дейді, жаманы құрсын шашып кетті, жақсысын айтты. Жер айтады дейді, жақсысы 8-ші этажға келді. Қуанып кетті. Шынымен жақсы жаман екен, пісімен іздік шығамыз, бір этаж қалыпты ғой. 8-ші этажға келген болса. Ең жаманын айтты десе, жер айтады дейді, басқа батызға келіп кетті. Сондықтан ағаттағайындар, менен осында тағы да бүгінгі тойдың құрметті қонағы Клара, орнынан тұрама, өмір ұзақ құлама, сонымен Алима, бәрі танима, клубника Марина, настоящий Марина, қол соқпайтын қонақтар немене жағдайма, сонымен бақ дәулет кел әуітіп, жұбай Зайка, Зина, бәрін жина, тосқа шақырған Нұрхан Ебен Сина. Той түріне келсе, осы сіздерге билейтін боламыз ағайындар. Bakar gelip idebilegen de batı bu. Yani idebilegen yok bu. Şey gelip de yapmadı bak. Marina. Ay bu da Marina. Marina. Oturmayalım mı? Мне бүгінгі қаржыларымыз себепті екінші рет отырысқа жасап кездесу ұйымдастырып отыр екенбіз. Осы себептен сіздерді шын жүрегімнен құттықтаймын. Сіздерге ұзақ өмір, терең денсаулық, баянды бақыт тілеймін. Болашақта не аңсаған арман ниеттеріңіз болса, соған жетісіп, бала-шағаларыңыздың қызығын көрулеріңізге тілектеспін. Құрметті ұстаздарым, міне сіздердің бізге берген білімдеріңіз арқылы, бізге берген тәрбиелеріңіз арқылы осы дәрежеге жетіп отырмыз. Тек қана сіздердің еңбектеріңіз осы дәрежеге отырғандарыңыз. Сіздерге көп-көп рахметімді айтып, шын жүрегімнен тәзім етемін сіздерге.
шөберелеріңізден шөп шексінбейсіздер. Тек қала солардың қызығында, алдымызда осындай болып жайнап, жадырап жүре бергейсіздер. Тек қана отбасыларыңызға амандық, ендеріңізге саулық тілеймін. Бүгінгі мерекелеріңіз тағы да бір рет құтты болсын. Жылдан жылға аман есен осы күнге жетіре берсін. Осы күнге жетірген Алламызға шүкірлік. Тағы да 45 жылдыққа, 50 жылдықта, 60 жылдықта осы отырған ұстаздарымыз, достарымыз, бәріміз бастарымыз бірігіп жетісе бергенбіз. Ұстаздар, кластастар, мына 40 жылдығымыз құтты болсын. Осы 40 жылдық деп жиналған екенбіз. Сол себепте бәріңізге денсаулық тілеймін. Осы себепте бәріңізге үйлеріңізде жақсылық болсын, той болсын, әм осындай жақсы күндерде қатынаса берейін. Ассалаумағалейкум, қонақтар, мұғалімдер, құрдастар, 40 жылдықтары тойлары құтты болсын бәріне. Ұзақтан келген, қарайсында келген жігіттер, қыздар, қадамдарына нұр жаусын. Аман болыңдар, сау болыңдар, жігіт қыздарына тойлары құтты болсын. Тойларын тойға аса берсін, бәріміз ауылдың шекті болып атқара берейік. Бәріміз сау болыңдар, аман болыңдар. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, шақырған үнім мәңгілік, жадымда тұрар жаңғыр. Ұстазым менің ұстазым. Мына бүгінгі біздің осы 40 жылдық кездесуімізге келіп отырған мына әліппені үйретіп бізге бірінші қолымызға қалам ұстатқан Мақпал апамыз, мына орыс тілі пәнінен бізге сабақ үйретіп, осы орыс тілінің терең үйреnin деп бізге тәрбие беріп, мектепте естеріңізде болса, әр 4-ші күн орыс тілі күні болатын. Сол күн егер мұғалімге болсын, оқушыларға болсын, ассалаумағалейкум, салам деп қойсаң, сол күні екі алатынбыз. Естеріңде ме? Сол күні Баймағам бізге ұрысып, бүгін орысша сөйлеу керек деп. Сол кісінің арқасында да кішкене орыс тілін үйреніп, былай далада жүргенімізде, жұмыс деген кезімізде бізге сол кісінің үйреткен, білімінің септігі тиген орыс қыздардан да достарымыз болды. Бірге жұмыс дегенде коллегамызда орыстар болды, солармен тіл табысып, бәрі осы кісінің еңбегі деп ойлаймын. Бізге берген біліміңіз еш кетпеді. Мына оқушылар, мына алдымызда отырған бәріміз қазір алдымызда жүрміз. Ата әжелеріміз ұл қыз тәрбиелеп, немере тәрбиелеп отырмыз. Бәрі сіздердің берген білімдеріңіздің, тәрбиелеріңіздің арқасы. Сіздерге мың алғыс, бас иеміз алдымызда. Мына менің 67 жылғы туған кластастарым ешқашан қартаймаған. Көңілдері жас. Сендерді көрген кезімізде өзіміз де жасап кетеміз. Бала болып кеткенімізді білмей қаламыз. Сол бізді ешқашан қартайттырмай жүрген кластастарым аман болыңдар. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Мына 40 жылдық мерекеміз бәріңізге құтты болсын. Осындай кездесулер және бола берсін. Мына Мәриям қызып отыр, 3-ші кездесуді Астанада келеміз ба деп. Көңілдеріңіз ешқашан осындай жақсы күндер тойдан шаршамасын. Тек жақсылықта кездесейік, тойда кездесейік. Рахмет сендерге. Мына алыстан келген, Өзбекстаннан келген достарыма және бір мәрте бас иіп рахметімді айтамын. Сіздерге рахмет. Алтынлықтарыңызды сыйлап, біздің осы қуанышымызды бөлесіп, ортамыз толтырып отырғандарына бәрін бақытты болыңдар. Денсаулықтарың мықты болсын. Тек осындай жақсылықта кездесейік, бақытты болыңдар. Рахмет ал, сіздерге жүрегінен артаймасын, көңілдеріңіз қартаймасын, дастархандарыңыз ешқашан ортаймасын, бәріңе жаз күніндей жылылық, қыр күніндей сұлулық, сарқылмас уақыт, таусылмас бақыт, жүзіктерің алтын, жүздерің жарқын болсын, той құтты болсын. Енді қазір антырап берейін деп жатыр, өйткені асқа байып келіп жатыр. Ауылдан келген ағайындар сіздерге қайта-қайта алғыс айтып жатыр. Тек тойға келдіңіздер. Азамат
Bence sol bir şekerin çağırmadı dedi, benim bir önümün toyu olmadı dedi. Kelip birinin öyle aytıp ket, birine kelip ket dese jarayt dep aytат dedi. Жарты сағатта келдім, ане шықтым, міне келдім деп қоймайды деді. Уже уақыты келіп қалған келеді. Тағы звондамай, қайдасың деп сұраса, анау ресторан бар екен, Малика шоссе дегенде қатар-қатар осы не деген. Хорезмде дүния деген ресторан бар екен. Қайда келдің десе, шәкірт айтады дейді, ine ұстаз келдім, дүниядан өттім десе, анау бәндайшылық деп айтады дейді. Содан адамға тек қана тойға келгенде, ал енді асқайып алайық ұстаздарға. Ya Құдайымның берсін, әуелдер қолдасын, еш жамандық болмасын. Елдің ерлігін берсін, жұрттың тыныштығын берсін. Деп атқанына қырғылық тойларын орқай берсін. Әшікен осы ұлдарының ақылдарының ақылдар немені сөйлеп бір қызығын бәлемді. Бағаданға демеліп қояды, көңілге желмеліп қояды, сіздер билен деп. Мен бірдеңе жеп алайын, қарсы болса, аптада желмеліп қояды деген айда. Асасқазында қазырақты, асқазардың жезін замырақты, сізерге шарқырақты, артырақты, астан баламазасы, 67 жасырды.
Sultanım, siz sevdiğim
Осындай әндер шықпайтын ба?
Сіздерге рахмет. Алдай отырайық, жайға сөйлемейік, қалған кісілердің тілегін ниетін естейік ағайындар. Сыртқа кісілер болса, бұлар орнастырған осына келсек. Ағайындар, сырттан салқындап, іште аңдырдап, ақ жүрекпен аңдырдап, жарқын үйме жарқылдап, жырландар осы ғалдар танеке ішке көрінген, даланы демек кітап болғандар, бүгінгі тойдың мақұлғандар, бұлдай оқыған ақыл шақырғандар, барлығын бердірай жақындар бол, аржаққа арақ ішіп отырғандар, кәлеге солғы қоғаландар екен. Ағайындар, барлықтары солдың басына, дастархан басына жайғасаңыздар, енді үлкен екінші ас пен ағайындар, тамаша тілек, ниет, жөнінде жолда бөліп, бүгінгі тойдың құрметті қонақтарының бірі, Тамара, Тойлан, Пердебай, Жүзімхан, сонымен Мариям, Шықта Сайран. Келіңіздер. Тамара, Тойлан, Пердебай, Жүзімхан, Мариям. Қырғыздықтарым құтты болсын. Соға ұзақтан ең қонақта дегендердің рахмет, дегендердің қуанып қалдық. Денсаулық болсын, отбасына келесің. Достарым қырғыздықпен бірқан. Нелермен берген бақытты болыңдар, ауызды болыңдар. Нұрбай аға, жеңше, жастармен асқасып, әлімізді ойнап күліп жүре берің. Нұрбай аға, пәтеріңізді берің. Құрметті алпыс-жетілер, қамшылықтарың құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын Құдай. Өсіп отқан ұл қыздарының тек қана қызығын көруде, немере көруді, шөбере көруді нәсіп етсін Құдай. Аппақ жүздерін ешқашан кірше алмасын Құдай. Тек қана бақыт тілеймін, барсақ кезек тойға барып келейік. Бүгінде Ақтайдың туған күні екен, туған күні құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын Құдай. Өсіп отқан ұл қызының жолдасымен бірге тең көріп, тең қартайсын. Алыстан келген қонақтар сендерге мың алғыс, барсақ кезек тек жақсылық тойға барып келейік. Тек қана жақсылық болсын, ұлағатты ұстаздар, рахмет сіздерге де, өмір жастарың ұзақ болсын, аптап жүздерін ешқашан кірше алмасын, тек қана жақсылық болсын, тойымыз тойға ұласа берсін. 45 жылдықта Құдай қаласа 50 жылдықта аман есен жүзі себелейік, бауырларымыз бүтін болсын, ешқашан қайғы болмасын, тек қана той болсын, тойымыз тойға ұласа берсін. Алыстан жақыннан келген мына құттықтарымыз жылдық құтты болсын. Біздерге бала күнімізде ілім үйретіп, мына өмірдің сабағын, сырлы өмірдің сыр нелерін үйреткен мұғалімдеріне мың алғыс. Сіздерге әрқашанда Алланың нұры болсын, қалған өмірлеріңізде мына бала шағаларыңызды қызығы берсін, ұл қыздарыңызды, немерелеріңізді, шөберелеріңізді әрқашанда гүлдей жайнап, біздердің осындай 40 жылдық, 45 жылдық, 50 жылдық мейрамдарымызды бірге өтіру нәсіп етсін. Мына достарым, қыздар, жігіттер, сіздердің мейрамдарыңыз құтты болсын. Алла Тағала бәріміздің бүгін басымызды қосып осындай Алматы қаласында осындай екінші рет 40 жылдықты беру нәсіп еткен екен. Сіздерге ұзақ өмір, темеуатыңызда, өмірлеріңізде Алла Тағала не аңсаған армандарыңыз болса, жетістіктерің болса, жете беріңдер. Мына ұл қыздарыңыздың, семьяларыңыздың татулығын тілеймін. Биіктен көріне беріңіздер. Құтты болсын. 40 жылдық мейрамдарыңыз. Рахаттай, бүгінгі туған күніңіз болсын. Өмір
мықты екен, нұрлы екен. Қадамдары құтты болсын. Өзбекстаннан келген достарым, сіздерге де рахмет. Алла Тағала сіздердің біздерге айдап келген, Аллаға шүкірлік етемін. Мың алғыс сіздерге. Бәріне рахмет. Ассалаумағалейкум, мына 40 жылдық юбилейдің қонақтары, алыстан ат терлетіп келген, бірінші класстан бері 10 классқа дейін бірге оқыған класстастарым, Өзбекстаннан келген қонақтар, адамдарына гүл бітсін. Мына бізді қолымызға қалем ұстатып, А деген әріпті үйретіп, Мақпал апайымызға ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Нан, хлеб, сахар, қант деп үйреткен Баймахан орыс тілі мұғалімімізге ассалаумағалейкум. Міне, сіздердің осындай білімдеріңізбенен бізді осы дәрежеге жеткіздіңіздер. Бірінші Алла Тағалам, екінші сіздердің осындай білімдеріңіз. Құдайым Алла Тағала сіздерге ұзақ ғұмыр берсін. Сіздердің жолдарыңызды берсін бізге. Алла Тағала немереге жеткізіп жатыр, шөбереге жеткізіп жатыр, бізді де жеткізсін. Ал класстастарым, жүрген жерлерің басқайын той болсын. Ол өсіп отырған ол қыздарының бақытына, тақтына сүйеніп жүре беріңдер, аман болыңдар, сау болыңдар. Мына Мақпал апайымыз бен Баймахан мұғалімнің жолын берсін, бізде де шөбереге жеткізсін Алла Тағала. Құрметті алпысшының жігіттері, бүгін юбилей 40 жылдық болып жатыр екен. Осы 40 жылдығымыздың себепші ең алғашқы ұстазымыз Мақпал апай мен Баймахан Нұрлағай. Осы сіздердің арқаңызда осындай дәрежеге жетіп отырғанымызға мың қатын шүкір, Аллаға шүкір деп айтамыз. Осындай ауызбіршілікпен жаңағы дос жарандарымыздың осындай араластырып, бір-бірімізді қосып отырған бүгінгі 40 жылдық тойларымыз баршаңызға құтты болсын, баршаңызға денсаушылық болсын. Осындай мені ұйымдастырып жүрген қыздарға, жігіттерге барлықтарына рахмет айтамын. Бүгінгі мінекей осы 40 жылдығымыздың ұзақ жолымызды жақсы болып келіп отырған қошылыққа, рахатайға, Құранбайға, Икрамға барлығына рахмет. Осындай ауызбіршілікпенен осы Қазақстанымызда да екінші рет өткізуге себепші болып отырған осы құрдастарымыз. Алған құрдастарымызда енді 45 жылдықта кездесу нәсіп етсін. Осындай ақ-дастархан үстінде әрдайым ойнап тұрып, ауызбіршілігіміз бұзылмай, ынтымақты болып, Өзбекстан, Қазақстан, алтын көпірлеріміз құтты болсын. Без паспорта өткізетін тұрады ғой енді. Неке, гражданство алмасақ та енді барамыз еді. Алла қаласа, 45 жылдықта. Өзбекстанда 40 жылдықты тойлап, мектебімізге барып, қуанып жүрегім шағып келді. Енді міне Алматының қақ төрінде 40 жылдығымыз тойлап жатырмыз. Енді құшақтаса бір ойым бар, Юсуп болып қуаныштың кеуін тұрап, Астанаға барып тойласақ па деген. Сізге де құтты болсын. Бәрі ата-ананың ақтығын, келергеннің бәртігін, 18 мың қаламын таусылмайды шақтығын тілеп ағайындар. Мен сіздермен қуаныш бөліскенге ызамын азаттайын. Аяққа аузын бөліскен атаның дегенде қыздардың бетіне сүйенді, берден сүйенді. Сонда қуаныш бөліскенге ызамын, той құтты болсын менің де. Азаматтық борышын азайтып қойған кісілердің тағы да тілек, ниеттесі отырайық. 100 грамм қиынғанымызды алып отырсаңыздар, өйткені ердің сәні шахар, сөздің сәні мақал, беттің сәні сақал, жігіттің сәні тапал, байлықтың сәні тоқал, тойдың сәні бақал дейді. Сондықтан алларыңызға махаббат бұйырса, бастан келе келса, ағайын туыс, класстас пен достың барлығы жиылса, ардақтарайынан тойлар құтты болсын, той боласын, педагог құтты болсын. Енді арнайы алайын отырмыз, педагог мені шақырды. Өзбектерге кімнің араласыңыздар шыңғыс шығасың деймін, мені шақырғанымызды сұрайын бақтым. Біреуге айлық береді, біреуге байлық береді, біреуге бұйрық береді, біреуге билік береді, біреуге бүлік береді дейді.
canı verip, birine kanı verip, birine son beğenme verip, vermeyeme beğenme verip. Bozmayın, her kamasında yakasaydı, Aysu, bundan başka kınsıl, Kazakistan'da kınsıl oluyor. Sonunda bir yanında neyler? Süntet ben Gülzira, Cenalı, Srega. Aysu, Süyündük, Gülzira, Cenalı, Srega. Kendine kadroda ya arasında hürmetlerine Aysu, Süyündük, Gülzira, Cenalı, Srega. Assalamu alaikum, ağaylar, kırmızılar, jigitler, ballar, ağamız, Nurgali'ga, Kaliyev'a, okuşlar. Bәріңізге келген рахмет. Мына қырғыз той өріп, тойыңыз тойға оласын. Бәрінің үйінде той болсын. Бәрінің үйлерінде немелерінің үстінде тойында, үйленген тойларына отырып нәсіп етсін. Неде бастайын дастархан тойға жасын. Алладан не сұраймыз? Енді бәрің осы әбәйт кемпір шалқызыңдар енді. Енді сол үшін Алладан шүкірлік сұраймыз. Бәрінің үйінде той болсын, тамаша болсын. Тойға болсын. Кеште бірдеңе боласың. Құрметті ұстаздар, кластастар, қыздар, жігіттер бәрін болсын. Құттықтаймын. Бәріне денсаулық, бақытты болыңдар. Өзбекстаннан біздерді сыйлап келіп отырған жігіт қыздардан құттықтаймын. Бәріне бақытты болыңдар. Өмірді жүре беріңіздер. Сау болыңдар. Құрметті кластастар, құрметті ұстаздар, Өзбекстаннан келген кластастарымыз, қонақтарымыз, бәріңізге денсаулық тілеймін. Нақырымшылығымыз бола берсін. Осындай тойларда, мерекелерде қатынаса берейік. Аман-сау жете береміз күндерде. Бәріне саулық тілеймін, денсаулық. Құрметті бүгін 67 мың жылдық екен, жылдығын құтты болсын. Қалғанысы 45 жылдыққа да жете берсін. Бәріне денсаулық. Апай, апай, нұрлай, Баймақан аға, сіздерге рахмет етпекіне, осы дәрежеге жетіргендеріңізге. Алыстан келген қонақтар, жігіттер, Қақатай, Қошнұр, Икрам, Құрабай мен Құрамай. Бәріне рахмет осы алыстан теп-терлеп келгендеріңізге. Қалған қыздарға да рахмет, 67 мың қыздарына. Бәріне осындай жақсы күнге кездесе берейік, әрқашанда осындай жақсы күндерден қада берейік. Рахмет. Құрметті қонақтар, қадірменді құрдастар, бүгінгі 40 жылдық мерейтойларың құтты болсын, емдері сау болсын. Баймақан ағай, Мақпал апа, осылардың осы дәрежеге жеткен сіздің арқаңыз, үлкен рахмет сізге. Ұл қыздарыңызды осы дәрежеге жетірдіңіз. Біздің құрдастар 67, өзімді 67 жыл. Бәріне денсаулық тілеймін. 40 жылдықтарың құтты болсын. 50 жыл, 60 жыл тойлап жүре беріңдер. Дендерің сау болсын. Өсіріп атқан ұл қыздарының қызығын көріңдер. Бақытты семья болыңдар. Өзбекстаннан келіп атқан қонақтар, сіздерге үлкен рахмет. Алғысым шексіз. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Осындай жақсы күнде келе беріңдер, қатынаса берейік. Бәріне денсаулық тілеймін. Рахмет.
Өйткені баяғы мен 84-83 бірінші бөлген заманда менің класстас досым Москвада армиядар арасына хат жазды, біз жақта бірінші бөлбады, сендер жақта бөлбады. Қазіргіде телефонмен сообщение деген жоқ, бір күні 500 600 сөйлеседі. О заманда тек қана телефон деген тек қана хат жазасың, болған 91-ші егемендік мұстақыл алып жатқан кезде, әркім ар жаққа кетіп, заман қиын болып кетіп, жеңгелеріміз гастрольге